Максимум 4 теңгеге алуға болатын тоналкалар. Тоналка бұл үнемдеуге болмайтын нәрсе. Бірақ әрқайсымызда болатын жағдай, жалақы алуға әлі бір апта бар, ал қалтада 3 тиын дегендей. Бірақ өз-өзіңізді тастап жіберуге болмайды. Үміт үзбеңіз, сіздің бюджетіңізге сәйкес келетін тоналкалар бар. Бірінші BB крем, Bonjour Healthy Mix деген BB крем. Жеңіл текстурасы бар, тамаша бюджеттік тон. Өте әмбебап. Майлы терге, құрғақ терге, жазда да, қыста да қолдануға болады. Бұл тоналка ерекше проблемаларды жасамайды. Бірақ проблема жоқ болса, бұл жай ғана керемет нұсқа. Құны шамамен 4 теңге тұрады. Екінші Catrice матирующий, проблемасы бар майлы терге арналған керемет нұсқа. Оны тығыз немесе жұқа жауға болады. Ол бетте жеңіл тұрады, теріде ұзақ уақыт сақталады. Және де өте берік тұрады. Құны шамамен скидка болған кездері 2000 теңгеге алуға болады. Үшінші Seventeen фирмасының тоналкасы Time Plus, Seventeen Time Plus. Шынымды айтсам, бұл тоналка люкс сегменттегі тоналкалармен бәсекеге түсе алады. Ол терге жақсы сіңеді, орташа және жеңіл покрытиясы бар. Жартылай полуматовый дейді ғой, жартылай матовый финиші бар. Тері пораларын бітемейді, майлы теріде күні бойы ұзақ уақыт тұрады. Оның объемы өте үлкен, 35 мл. Құны шамамен 4500 теңге. Төртінші тональный крем бұл Ninel фирмасынікі. Бұл тоналка оттенктар өте көп, таңдауға өте ыңғайлы. Және жеңіл орташа покрытиясы бар, полуматовый финиш. Орысша айтқанда, держится очень достойно. Короче, күні бойы ұзақ уақыт сақталады. Өзінің жұмысын жақсы атқаратын тоналка. Құны шамамен 4800 теңге. Бесінші тоналка Lumene Blur тоналкасы. Бұл тоналка проблеманы жақсы жасырады және матовый финиш қабілетіне ие. Ол әжімдерді көзбен жояды. Үлкен пораларды және қызаруларды керемет жасырады. Blur формуласының құрамында таза арктикалық су және хизер сығындысы бар. Бұл компоненттер теріні жақсы ылғалдандыратын қабілетке ие. Люмен негізі теріде 16 сағат сақталады. Және де ультракүлгін сәулесінен жақсы қорғайды. Осы тоналкаларды өзіңіздің теріңізге сәйкес келетіндей етіп алып, комментарийға жазып, өзіңізге қалай қолдандыңыз, ұнады, ұнамады жазып кетіңіз. Видео пайдалы болса, подписка жасауды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта косметикаға қатысты, макияжға қатысты күшті секретный білімдермен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазыңыз. Тағы да сізде қандай сұрағыңыз бар, комментарийға жазып кетсеңіз болады. Келесіде сол комментарийға жауап ретінде видео түсіретін боламын. Сау болыңыз.